Құрметті білім алушылар, бүгін біз дизайн негіздері пәнінің сабақтарын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың қарастыратын мәселелеріміз дизайнның ерекшеліктері, жобалау ұстанымдары, дизайнның түрлеріне байланысты мәселелерді қарастырамыз. Дизайнның өзі құрастыру, орналастыру, үйлестіру деген мағынаны білдіреді. Дизайнның көркемдік ерекшеліктері идея, форма, конструкция, мінекей осындай негізгі ұғымдар. Дизайнның өзі дәстүрлі дизайн және заманауи дизайн болып келеді. Бұның қайсысы болмасын, бұл дәстүрлі дизайнның негізінде жасалады. Соған өзгерістер енгізіледі, жаңашылдықтар енгізіледі, жаңа материалдар. Мінекей осының нәтижесінде біз не қыламыз? Жаңа бұйымдар жасаймыз, жаңа дизайнерлік нысандарды өмірге алып келеміз. Дизайн өнім шығаратын өнердің түрі. Яғни қолдан жасалатын бұйымдар және машинаның көмегімен жасалатын бұйымдар болып бөлінеді. Мысалы, этнодизайн болатын болса, бұл ұлттық дизайн. Дизайнның түрлері анималистік дизайн, сәулет дизайны, графикалық дизайн, интерьер дизайны деген сияқты дизайнның түрлеріне бөлінеді. Қазақстанда дизайн өнері 1960 жылдан бастап жүйелі түрде қалыптасып дамыды. 1987 жылы Қазақстан дизайнерлер одағы құрылды. Кеңес одағының соңғы жылдарында Компартия дизайн деген сөздің орнына көркем конструкциялау, техникалық эстетика деген атауларды алмастыру, дизайн деген сөзбенен алмастырды. Себебі совет кезеңінде дизайн деген сөз көп қолданылған жоқ. Сондықтан да мінекей дизайн оқу пән ретінде қазіргі жағдайда өтіледі. Бұл жоғарғы оқу орындарында болашақ дизайнерлерді дайындау процесінде осы дизайн негіздері пәні, негізгі пәндері дизайнды оқытатын, дизайнның проблемаларын айқындайтын оқу пән ретінде қалыптасып келе жатыр. Дизайнның жобалау жолдары әртүрлі. Дизайнның жобалау ұстанымдары болады. Мысалы, қандай бұйым болмасын, қандай конструкция болмасын, ол көптеген ғылыми пәндермен байланысты дамиды. Мысалы, дизайн бұл ең бірінші өнер тану ғылымымен байланысты. Онан кейін психология ғылымымен байланысты. Материал тану ғылымымен байланысты. Мінекей ол қазіргі кезде үлкен объектілерді жобалауға. Қазіргі кездегі заманауи проблемаларды осы дизайнның өндірісі арқылы шешуді көздеп отыр. Дизайн өндірістік өнер ретінде өндіріске қажетті бұйымдар, тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауменен айналысады. Дизайн шығармалары бұл бірнеше тиражбенен шығады. Мысалы, дизайнның кейбір туындылары бұл бір данамен ғана шығарылады. Бұндай көрмеге қойылатын, болмаса жаңағы конкурстарға қатысатын мәселелермен байланысты. Конкурсқа қатысқан кезде осы бір дана дизайнерлік жобаның өзі жеткілікті жағдайда болады. Бұны әрі қарай жалғастырған кезде не қылады? Ол көпшіліктің жаңағы талдауына түседі.
талдау арқылы ол белгілі деңгейде өндіріске жолдама. Мінекей дизайн өнері қазіргі кезде дамып келе жатыр. Мысалы қазіргі кезде мынау үлкен қалаларда, мегаполис қалаларда пробка деген проблема. Автомобильдердің жолда сондай кідіріс менен тоқтауы үлкен қазіргі проблемаға айналып отыр. Сол сияқты кейбір микрорайондарда, кейбір жаңағы өндірістің орындарында парковка мәселесі, яғни автомобильдерді уақытша қоятын жерлердің жоқтығына байланысты үлкен проблемалар туындап отыр. Енді шетелдерде бұндайдың альтернативті осындай мәселені шешетін жағдайлар қалыптасып отыр. Мысалы, жердің астында бірнеше қабаттан тұратын парковка, немесе жердің бетіндегі этаж үйлер сияқты парковкалардың формалары өмірге келуде. Мінекей бүгінгі біздің негізгі қарастыратын мәселеміз осыменен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.